Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен алдыңғы видеода айтқан болатын едім. 35 жаста осылай жас көрінудің себебін және де оның жас көрінудің қыр-сырын бәрін айтқан едім. Және де бүгін сіздерге күшті салатты көрсететін боламын. Витаминный салат, денсаулыққа өте пайдалы, әрі ағзаңызды түгел тазартатын өте пайдалы салатты көрсететін боламын. Көкөністерден жасалған салат, брокколи, қияр және де әртүрлі көкөністерді қосып, өзіңіздің фантазияңыз бойынша неше түрлі салат жасай берсеңіз болады. Бірақ әрине бұл көкөністерден болу қажет, өйткені сіздің ағзаңызға көкөністер өте пайдалы. Достар, видеоны жіберіп алмаңыз, сол салатты қалай жасалатын, қыр-сырын бәрін көрсететін боламын. Видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Ал ендеше бастайық достар. Бүгін базарға барып керемет свежий брокколи сатып алдым. Брокколидің керекті жерін бөліп аламыз да, қалған жерін келесі салат дайындауға қойып қоямыз. Айтпақшы достар, брокколиді қайнаған суға 3 минут қайнатып алу керек. Әрине көкөністерді жақсылап суға шайып тазалап алу керек. Әсіресе листья салатаны жақсылап тазалап аламыз. Осы листья салата өте әмбебап шөп-шалаң десем де болады. Енді келесі кезек қиярды жақсылап тазалап аламыз. Ары қарай оны жақсылап тураймыз. Соломка күйінде турасаңыз да болады, өз фантазияңыз бойынша. Ал енді біздің брокколиміз дайын болды. Дайын болған брокколиді қайнаған судан сүзіп аламыз. Қазіргі таңда брокколи қымбаттап кетті. Қымбаттығына қарамастан сатып аламыз, әрине денсаулыққа өте пайдалы. Енді келесі кезекте листья салата, онда жақсылап тураймыз. Кейбіреулер турамай салады, турамай да жесеңіз де болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қыздар, жігіттер, сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Брокколиді ыстық судан, қайнаған судан алғаннан кейін мұздай суға салып қою қажет. Сол кезде ол сондай сочный дәмі керемет болады. Енді шөп-шалаң көкөністерімізді бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең қызықтысы, осы шөп-шалаңды көп жейтін адамдар ешқашанда ауырмайды. Енді араластырып болғаннан кейін кішкентай тарелкаға немесе салатқа арналған бір ыдысқа салсаңыз болады. Вуаля, біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, дәруменді салат. Ең бастысы денсаулыққа өте пайдалы. Ал достар, мен сіздерге салаттың қалай дайындалатынын көрсеттім. Бұл өте дәруменді, өте пайдалы, ағзаңызға өте пайдалы салат десем де болады. Келесі видеоларымда сізге басқа да салаттардың түрін көрсететін боламын. Қартаймаудың бір тәсілі бұл әрине дұрыс тамақтану. Сондықтан да сіздің рационыңызда салат әлбетте болу қажет. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк күтемін. Және де комментарий, тіркелуді ұмытпаңыз. Және де поделиться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық.